Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін бізде қонақта Марина Оңғарбайқызы. Бұл кісіні шақыруымдағы себеп, қазір балалардағы бұзылыстар өте көп. Дыбыстарды айта алмауы бір бөлек, оның бұзылыстары, әріптер танымауы, қосып оқи алмауы, мүлде түсініктің жоқтығы. Осы тақырып қазір маған қызық болып жатыр. Мен көптеген адамдардан сабақ алып жатырмын. Сондықтан бүгінгі формат, бұл менің сабақ алу форматым. Бірақ енді тек қана маған сабақ өткеннен қарағанда, ол сабақты түсіріп қойып, бүкіл Қазақстан ол ақпараттарды Марина Оңғарбайқызының 10 жылдық еңбек өтілін, өзінің практикасын, қателіктерін естігені дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан Марина Оңғарбайқызы шақыртуымды қабыл алғаныңызға рахмет. Сіздерге де рахмет. Кеше өте көп инсайттар алдым. Сол инсайттың бәрін, енді 2-ақ сағат отырдық па? Сол инсайтымның бәрін енді бүкіл Қазақстан білу керек. Инстаграм, ютубтың күші, қазір бір айтасыз, ол қаншама ата-ананың прям вау, мынау екен шешімі, қаншама мұғалімнің, мен осы нәтиже шығара алмай, выгорать етіп жүрмін ғой, дейтін моменттеріне прям дөп тиюі мүмкін да. Аха. Алла қаласа енді өзіңізді бір таныстырып жіберсеңіз. Менің есімім Марина Оңғарбайқызы, 10 жылдық тәжірибелі сурдопедагог, логопед, дефектологпын, және де ерекше баланың анасымын. Бұл салаға осы қызым үшін келген болатынмын. Негізінде қызым үшін келдім. Қазіргі таңда осы 10 жылдың ішінде көп нәрседен өттім десем болады. Өйткені осы қызым үшін осы мамандыққа келетін кезде, ол кезде мен тек қана бизнес-леди болатынмын. Бұл мамандыққа ешқандай қатысым жоқ. Оның алдында гнойно-хирургияда болдым, әртүрлі салаларда жұмыс жасадым. Негізгі мамандығыңыз медицина? Негізі медицина, бухгалтерия, мамандығым өте көп. Ізденісін жүрген болатынмын. И әр адамның өзінің нишасы болады ғой. Маған не деген сияқты. Бірақ менің кішкентай кезіндегі ең арман мақсатым кішкентай балдардың дәрігері болу. Енді каким-то образым осы мамандыққа келіп тұр ғой. Өмір алып келді бұл жерде. Бұл мамандыққа өзім келгеніме өте қуанамын. Өйткені бұл Алланың берген сыйы деп ойлаймын. Өйткені алдыма келген әр балаға мен нәтиже көрсетсем, ата-анасынан мен алғыс алар едім. Ол алғыс менің алдымдағы өміріме жол ашады. Ол әр ата-ананың, әр адамның алғыс алған кезде өзінің жаңағы несі болады ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, әр маман, қандай маман болсын, логопед болсын, дефектолог болсын, жай мұғалім болсын, жай дала сыпырушы болсын, өзінің жұмысын нақты жұмыс жасайтын болса, ол адам, значит, ол жұмысын өзі сүйіп жасайды деген. Өйткені, мысалға, қазір даланы сыпырып жасайды десем, ол нәрсені жасағанмен нақты өзінің жұмысын істейтін адам сияқты жасамауы мүмкін, мейлі. Сондықтан да әр маманды қадірлей білу, өзінің жұмысын сүйіп жасайтын болса, ол адам қандай да бір жұмыс болмасын, сүйіп жасайтын жұмыстан нәтиже шығара алады деп ойлаймын. Енді басынан келейік. Балаңыз қалай ерекше бала болды? Ол солай туылды ма, немесе сыртқы факторлар әсер етті ма? Енді бұл жайлы өзімнің бұл 3-ші бөпем. Одан бөлек 2 бөпем бар. Өзім 4 баланың анасымын деп айтып отырмын ғой. 2 ұлым бар. Мынау 3-ші балам, бұл қыз бала. Айрина деген қызым. 2012 жылы дүниеге келдік, бәрі бізде жақсы болды. Сапсау болып туылды. Өте бәрі жақсы болдық. Енді бұл жерде қалай айтсам болады, біз 1 жаста прививкалар алу керекпіз ғой. Прививкалар алдық. Біз 11 айында менің қызым жүрген, 9 айында сөйлеп жүрді. Как раз ол кезде музыканы жақсы көретін Заманбек ағамыздың жаңағы не бар, Ақмаржан деген өлеңі модада болды ғой. Соған билейтін тұғын ол қызым. Прям күшті қылып соған жақсы қылып билейтін. И сол бір моментте болды бізде қызым после енді сол прививкадан кейін деп ойлаймын енді нақты. Өткен прививкадан кейін біз ауырдық, одан кейін больницаға түстік. Ешқандай не болмады. Менің қызымды жүрмейді деп айтты. Больницаға барғанда жүрмейді? Иә, уже температура болдық, 2 аяғы, енді прививканы 2 тізеге салады ғой. Сондай берді, енді сіздің қызыңыз жүрмейді, сондай нелер болды. Одан кейін бізде ол кезде енді бизнес-леди, магазиннің иесі, қалай қабылдау деген ғой, бұл жерде қабылдау өте қиын болды. Қызыңыз жүрмейді, жүріп жүрген қыз жүрмейді, құлағын естімейтін әлі білмеймін. Мысалға, біз март айында сол жүрдік, енді массажға бардық, енді көп жерлерге бардық, массажға да бардық, анағанда бардық, мынағанда бардық. Жүру өте қиын болды, аяғы өте әлсіз болды.
аяқ астынан сондай нәрсе болғаннан кейін менің күйеуім бір күні сол жұмыстан келген кезде обычно звонокқа қызым жүгіретін, сосын пылесостың дауысынан қорқатын, құлақ естеді. И күйеуім айтады да, біз пылесосты қостым бағана, и ешқандай не болған жоқ, реакция берген жоқ, реакция берген жоқ деп. Ол тревога ұрды күйеуім, сосын қоя берші деп мен қоя салдым да, ондай болуы мүмкін деп. Сөйтіп жүрген кезде апрель айында мен лорға бардым. Өзіміздің қаламызда жергіліктегі детский поликлиникаға лорға бардым. Сосын бізде сондай болып тұр, что-то ешқандай реакция жоқ. Лор тексерді, өйтті, бүйтті. Жоқ, кішкентай балада бұндай нәрсе болады деді. Мен жоқ дедім. Сонда тұрып алдым. Өткен медицина саласын білгеннен кейін мен тұрып алдым. Ондай болуы мүмкін емес. Мен бірінші бөпем емес ол. Өткен алдыңғы бөпелерімді білем ғой енді. Бұл менің үшінші бөпем. Сіз бізге направление беріңіз. Қай жаққа баруым керекпін, не істеуім керекпін деген сияқты. Ол кісі бізді осы Алматы қаласындағы республиканский Ақсай клиникасына жіберді. Біз направлениені күттік. 29 апрель күні 2013 жылы бізді осы Алматыға алып келді. Біз Алматыға келдік. Алдымыз 1 май мерекеге түсіп қалдық. 2 май, 3 майда біз полный обследование жасадық. Сол клиникада жатып, лор отделениесіне жаттық. Жаңа Ақсай клиникасына отделение бөлінеді ғой. И 4 май күні сол 2013 жылы бізге нейросенсорная туга ух 4-й степень қойылды ғой. 4-ші даже. 4-ші. Это получается у ребенка глухота. Не слышит. Представьте, ребенок еще жүрмейді, оның үстіне екінші диагноз қосылады, то, что құлағы естімейді. Қазіргі таңда даже ата-аналарға мынандай жазып береді ғой. РОП ЦНС с аутистическим спектром под вопросом деген. Қазіргі бұзылыстарға балдарға сөйтіп жазып береді да. И орада аутистический спектр деген сөзді ата-ана естігенде каково состояние, ол ата-аналардың состояниесін түсіне аламын. Өйткені маған дәл сондай диагнозды қойған кезде у меня такое состояние было. Не үшін деген. Болады ғой енді адамда. Вроде здоровая родила, откуда, қаяқта ошибка, қаяқтан болуы мүмкін. Ол мүмкін туылған кезде болған шығар. Мүмкін ол прививкадан болған шығар. Қай кезде деген мен ошибкам. Ата-ана всегда өзінен іздейді. Бірақ мен көпке дейін қабылдаған жоқпын, шыны керек. Мен 4 жасқа дейін мен қызымның құлағы естімейтін қабылдаған жоқпын. Как здорового ребенка я принимала. Мен сол қызым үшін массажды да оқыдым. Өйткені менің мақсатым сол нәрсені, менің қызым жүру керек деген мақсат болды ғой менде. Менің мақсатым қызымды жүргізуім керекпін деген. Мен осы массаждан бастап оқыдым ғой. Әр точканы оқыдым. Қай точканы басқан кезде балаға қандай действия беріледі. Бүткіл анатомияны оқи бастадым. Бүткіл анатомия қалай болады, не болады, жан-жақтан іздестіре бастадым. Қандай массажист маған оқыта алады. Бізде Байқоңыр қаласында жақсы массажистер болды. Сол кісіге де апарып жүрдім. Аңсат деген мырза, ол кісіге де апардым. Біраз жаңағы бұзылысты бар балдар, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналардың арасында сонда бізде группа болды. Соның ішіне кірдім. Олар не істеп жатыр, қандай болып жатыр. И именно ол жақта басқа диагноздар болды. Менің диагнозымдағы, қызымдағы диагноз болған жоқ. Мен жалғыз өзім болдым. Бұл қалай жиі кездесетін болғандықтан ба, или именно Байқоңырда жоқ болғандықтан ба? Енді жоқ, бізде Байқоңыр кішкентай қала ғой, закрытый город, ол жерде енді орысшаланған. Бізде орысшаланған болғаннан кейін, сосын бізде қазіргі кезде ауқамды болып кетті ғой бұл тема. А ол кезде 2012, 2013, 2014, 2015, 17-ге дейін, даже 19-ға дейін логопед дефектолог сұранысқа ие болған жоқ. Иә, өзіңіз білесіз. Өте ондай жаңа орталық ашу, сондай деген ол кезде логопед дефектолог тек дыбыс қоятынбыз. Иә, тек дыбыс қою дегенді болатын. И мен қызымды логопедке дефектологқа апарам, біз құлақ естімейтін баламен айналыса алмаймыз деп айтатын. Всегда отказ болады. Тек қана бір ғана маман алды, мен көрейін жасап деп, бірақ ол кісі де енді әрі қарата ала алмай, өйткені сіздің қызыңыз менің ешқандай дауысымды естіп жатқан жоқ дегендей. Менде мынандай болатын, құлақ естімесе де сөйлей алады ғой деген болатын. Оказалось, құлақ естімесе сөйлемейді екен ғой. Ол кезде мен білмеймін ғой. И жаймедеп осы нәрсені мен қолға ала бастадым. Слуховой аппарат ала бастадық. Осыны іздендім. Логопед деген кім? Дефектолог деген кім? Ол осындай құлағы естімейтін балаға қалай көмектесе алады деген тек логопед дефектологты зерттей бердім да, на самом деле оказалось сурдопедагог керек болды. На самом деле құлақ естімейтін сурдопедагог керек екен. Сонда мен сурдопедагогиканы оқи басталдым. Бұл сурдопедагогиканы оқу бастаған кезінде болған себепкер болған сурдопедагог Сауле Наримановна деген менің қызымның мұғалімі. Одан бөлек Ақтөбе қаласында Төленова Яфорай Каракойшина деген мықты өзінің жұмысын білетін, бірінші категорияда, высший категориядағы логопед дефектолог, сол кісі менің қызыммен Zoom арқылы айналыстық. Ол кезде как раз енді бару қиын болатын болды. Ақтөбе қайда, мен қайдамын дегенде бәрі ақшаға келіп тіреледі.
сонымен сол кісімен сөйтіп зум арқылы сөйлесіп қызыммен айналыса бастады. Сол арқылы ол кісі айтты, сіз маған қарағанда өзіңіздің дикцияңыз күшті ғой, неге сіз өзіңіз айналыспайсыз деп. Сол кісі ой тастады. Иә, ой тастады. Онан бөлек біздің қалада синдром Дауна баласы бар, Роза Максимовна деген мықты психолог бар. Ол кісі де негізі баласы үшін психологияны оқыған. И ол кісі де айтты, Марина, почему тебе себе не взяться, потому что сен біздің балдарымыз айналысқан кезде күшті айналысың, неге сен өзің қызыңға көмектесе алмайсың ба дегендей сұрақ қойды да. Соны жаймендеп қызымен айналыса бастадым. Қызыға бастадым, осы нәрсеге после сурдопедагогиканы оқыған кезде қызыға бастадым. Сурдопедагогиканы оқыдым, түсіндім, жест арқылы қалай сөйлесуге болады, жесттің арқасында звукты вибрация арқылы қалай қоюға болады. Мама деген сөзді мен 1 жыл үйреттім, бірақ. Мама деген сөзді құлағы естімейтін қызыма мен 1 жыл үйреттім, бірақ мама деп определенно маған келмейтін. Бүкіл нәрсені мама. Барлық нәрсеге ол мама деп айтатын тұғын. Сөйтіп жүріп осы дефектологияны зерттедім, дефектологияны оқыдым, Санкт-Петербургтағы жаңағы мамандардан білім алдым. Өсіп жүрген кезімізде сурдопедагогияны бітірген кезімде Анжела Мырзагалиевна деген, ол кісі 2 құлағы да естімейді, бірақ сөйлейді. Осы Алматы қаласындағы үлкен осы мүмкіндігі шектеулі именно осы құлағы естімейтін балдармен реабилитацияның басшысы болып жұмыс жасайды. Мен сол жерге маман ретінде келіп жұмыс жасадым. Ол кісі бір шақырды, мен қызымды алып келдім, маман ретінде сол жерде жұмыс жасадым. 3 жыл қатарынан жыл сайын келіп тұрам. Қазіргі кезде осы Алтын Қарғалыда тоже болып жатыр. Сол кезде менде мынандай мақсат болды ғой. Неге ата-ана, қазіргі таңдағы ата-аналар өзінің баласымен айналысса 80% результат береді екен. Мен өткені өзім көзім жеткен сол болды да. И жаймендеп осы салаға келдім. Турцияда Сельма Чакардан білім алдым, Анил Капурдан Индиядан білім алдым, Зияб Хасаннан білім алдым Израильда. Және маған осы Қазақстандағы білім алатын мамандарым тоже көп нәрселер үйретті. Осы логопедия, дефектология жағынан көп нәрселерді бірақ шетел елінен алдым. Шетелден алған білімдерім. Өйткені Қазақстанда мен оқып жүрген кезде тек қана маған керек нәрсені мен алған оқуға барған кезімде мен ол нәрсені білетін болдым да. Маған углубленный керек болды, тереңінен керек болды. Неге дейсіз ғой? Өйткені причинасын іздеу керек болдым да мен. Неге сөйлемейді деген, мысалы ЗР деп келеді, оның причинасы не? Іздеуім керекпін ғой, мысалға. Ол нәрсе көбісінде енді бұрынғы кезде мен логопедияны зерттеп жүрген, мен ойлайтын, ЗРР болса, тек артикуляционный аппаратпен жұмыс жасаймын, ИУ деп айтқызамын айнаны алдына, тоқылдатып, лошадканы жасатамын, нейрокоррекциялар жұмыс жасатамын, сонымен бала сөйлеп кетеді деп ойлайтын. Ол кезде дәл бірақ сондай болатын тұғын. Сол кезде 2014-2015-те. Қазіргі таңда ондай емес. Басқа жұмыстар жасайсыз. Қазіргі кезде басқа жұмыс, өйткені ЗР келген баланың артында тағы да неше бұзылыс бар екенін анықтау керекпіз. Ол даже питанияға қарайды, анализге қараймыз. ЗР деп алып келеді, или ЗПР деп алып келеді, деп қарап тұрсаңыз, ол сенсомоторный алалия болып шығады, или ОНР 1-ші уровень, 2-ші уровень болып шығады. Осы моментте Марина Оңғарбайқызы, бұны ЗПР, ЗР деп бізге жазып беретін ПМПК ғой? Бізге жазып беретін негізі невропатолог. Ең бірінші біз невропатологқа жібереміз. Невропатологқа жібереміз, эго қағазын сұраймыз, анализдерді сұраймыз. Егерде ол анализді оқитын маман болса, эгіні оқитын маман болса, ал егер маман болмаса, біз оны сол маманға жібергіземіз. Эгісін оқытып келіңіз, қандай болады, не болады деген сияқты. Содан кейін барып, егерде ол баланы садикке беретін болсақ, балабақшаға, мектепке беретін болса, ол ПМПК-ға бару керек. Бұл жерде менің өзімнің басымнан осындай бір жағдай өтті, біз ПМПК-дан өтетін болдық. Енді ол жерде уже менің қызым 5 жаста, біз 4 жаста біз кохлеарный имплантация жасаттық. Слуховой аппараттың өткені берері бізге аз болды. Слуховой аппарат тек қана 50 метрге дейін, кейде 30 метрге дейін естісе, бірақ нақты менің даусымды естімейтін. Мысалға, Айрина, мен қызымды орысша үйреттім. Айрина, ты пить хочешь десең, ол бала осылай естиді слуховой аппарат. Осылай естиді. Ол бала маған сөйтіп сөйлейді. Қазіргі балда фонетика, фонемишка слухы бұзылыс бар балдар дәл сөйтіп сөйлейді. Ол 100% естісін, бірақ біздің даусымызды сөйтіп естиді. Солай қабылдайды. Ми солай қабылдап, бізге өңдеп беруі, синтездеп қорытып беру қиында. Ал мектепте отырған оқушыларда ол қалай көрініс табады, чтоб мұғалімдер білу үшін? Бұл жерде енді қараңыз, мен жаңағы ПМПК тоқталып кетейін. Мен қызымды ПМПК-ға жіберді. Өйткені менің қызым енді ғана біз кохлеарный имплантация киетін болдық. Кохлеарный имплант киген кезде көбісінің көп именно кохлеарный имплант киген кезде өстіп ойлайды. Кохлеарный имплант киді, болды, мен қызым, балам 100% естіп кетті, енді сөйлеп кетеді деп. Негізі бұл өте үлкен қате.
тереңнен қарасаңыз кохлеарный имплантты келген кезде сөйлетуде емес бірінші үйрететініміз. Нені? Бірінші естіп қабылдауды үйретеміз. Ең бірінші о бала қалай естіп, соны қорытып тұр, соны үйретеміз. Содан кейін барып тілге шығамыз, сөйлеуге шығамыз. Қалай болып тұр? Өйткені о балада біз сөйлеудің бұрын естіп қабылдауды дұрыс үйретпейтін болсақ, ол өңдемейтін болса, дұрыс синтездеп қорытпайсың ба, о бала маңқа болып сөйлейді. Қан деп дауыс дұрыс сөйлемейді, дауыс дикциясы өзгере бастайды. Даже сау баланың фонетикалық слухының бұзылысы болатын болса, ол балада сөйтіп сөйлейтін болады. Либо мұрнымен сөйлейді, либо тамағымен сөйлейді, болмаса сөйлеген кезде әрбір дыбыстардың бұзылыстары болады. Оны ата-аналар еркелік деп айтуы мүмкін. Сосын жөнделіп кетеді. Или мамасы, или папасы сөйтіп сөйлеуі мүмкін деп айтады. ПМПК-ға біз барды, ПМПК-ға барған кезімізде менің қызымды комиссияда болды. Комиссияда ПМПК-да 6-7 адам отырады, или одан көп адамдар отырады ол жерде. Бірақ мені сол жерде қанша маман отырады ғой, сурдопедагог та отырады, логопед дефектолог та отырады, невропатолог та отырады, көп мамандар отырады ол жерде, әр саладан. Өйткені ол баланы ауқамды тексеріп барып, ол жерде бір парақ мынандай қағаз береді. Сол қағаздың ішіне жазылған нәрсемен ата-ана мектепке барады. И соның астына бәрі жазылып тұр. Балаға не керек, қандай маманға бару керек, қандай маман жұмыс жасалу керек, ол балада қандай бұзылыс бар. Бұл жерде менің қызым айтты, сіздің қызыңыз надамы оқиды, со слов мама жазып берді да маған. Мен не айттым, соны жазып берді. Менің қызымды біреуі келіп, тексеріп, на карточканы қою, мынау кім, мынау не деп айтылады деп тексермеді да. Өзі маман болып тұрмын, бірақ маман болып тұр, ішінен сезіп тұрмын. Ал маман емес, ата-ана баратын болса, білмейді ғой. Мысалға, неге сол кезде ашып тексермейді, неге қарамайды, мысалға, невропатолог болса баланы шешіндіріп, қандай болып жатыр, не болып жатыр, соны қараса, логопед дефектолог көру қабілеті қандай, есту қабілетін сурдопедагог қандай болып тұр, қандай бұзылыс бар деген сияқты сөйтіп қараса, ол кезде ол балаға 40 минут аз болады. Қазір ПМПК-ның қабылдау уақыты қанша? Стандарт. Қазіргі кезде енді ата-аналар барып жатыр. 40 минут 1 сағат максимум деп ойлаймын негізі. Өйткені мен ПМПК-да 3-4 маманын жіберген кезде 20 минуттан тек қана, өткен очередь көп. Шыны керек. Ол жерде егер сау бала баратын болса, сау бала, ПМПК-ға баратын болса, бұзылысын тексеру үшін, азанда 9-да барған бала или 8-де барған, кешкі сағат 5-те кіретін болса, сіздің алдыңызға келген азаннан бері, 9-дан бері, су ішпеген, шай ішпеген, тамақ ішпеген бала очередьте тұрып, шаршап тұрып, сізге мынаның не екенін айтып береді деп ойлайсыз ба? Естественно, ол жылайды, жылайды, истерика болады ол жерде. Алдында отырған мамандардың столының үстінде не тұр, соның бәрін шашып тастайды. Өйткені ол бала истощен, азаннан кешке дейін очередьте тұрған. Мамасы и так нервная, это передается ребенку обязательно. Сосын уже алады, сіздің балаңызда мынандай бұзылыс бар деп береді. Даже сау балаларға да бұзылыс деп жатыр. Бар. Өйткені менде дәл сондай оқушы келді. Мәссаған. Мен ойлаймын, егерде ПМПК-ның комиссиялары 1 күнге 10 баланы қойып, нақты уақытымен кіргізетін болса, ата-анаға сіз азанда 11-де келіңіз, шаршамаңыз, кешкі сағат 5-те келіңіз десе, ол ата-ана азанмен барып очередьте, живой очередьте тұрмас еді, уақытты бөліп қойса. Мен сөйтіп ойлаймын. Өйткені мен өзім сөйтіп тұрдым. Бізді 9, 10, 40-қа жазды, бірақ мен 3-те кірдім да. Мен баладан бұрын мен өзім шаршадым ол жерде. И жаңағыда айтты, сіздің қызыңыз надамы оқу керек деп. Сосын келістіңіздер, надамы оқып жатыр ма? Жоқ, мен келіскен жоқпын. Неге мен надамы оқытуым керекпін? Неге оқуым керек? Мен қызымның құлағы естімейді екен деп, сөйлемейді екен деп надамы оқитын болса, надамы ол менің қызым қандай білім алады? Ойлаңызшы. Надамы ол білімді мен де берем, мысалға. Мұғалім үйге келеді. Үйдің атмосферасы мен мектептің атмосферасы қандай? Өзіңіз ойлаңызшы. Қазір біз осы студияда отырмыз, ал сіз мен үйіме келіп осыны жасасаңыз, басқаша эффект аламыз. Басқаша болады, үйде өйткені басқаша нәрсе. Дәл балада. Неге бала көріп, ең бірінші көріп қабылдау ғой. Көріп қабылдап, мектепте жүріп, тақтаның не екенін, жан-жағындағы оқушылардың класстастары екенін, бір класста үйдегі мамасы, папасы, атасы, әжесі жоқ, үйіндегі күнделікті детский комнатасы емес, залы емес, класс екенін неге сезінбеске ол жерде? Әртүрлі мұғалім келді, неге білмеске? Мектептің ішіндегі әжетхана, ішіндегі туалет бар, жаңағы столовой бар, соны неге сезінбеске? Бала көріп қабылдау арқылы ғана дамиды ғой. Коммуникация содан басталады ғой, негізінде. Мейлі ол сөйлемей ақ қойсын, мейлі ол көзі көрмей ақ қойсын. Неге көзі көрмейтін мектеп ашылған? Неге көзі көрмейді деп неге үйінде отырғызып қоймайды? Өйткені олар адамның
сезім мүшелері күшті. Мысалы көзі көрмейді, неге кітап оқи алады? Специально неге кітап шығарылған? Дәл сондай ғой. Сондықтан да мен сол кезде келіскен жоқпын. Менің қызым мектепке барады дедім. Ол сезіну керек дедім. Сол кезде отказ берген кезде мне пришлось қызымды осы Алматыдағы, Талдықорғандағы интернат школаға беруге. Құлағы нашар еститін. Енді есептеңіз, Байқоңыр қайда, Талдықорған қайда? Жатып оқиды. Интернет школа. Көрмейсіз. Енді қараңыз, қазіргі таңда ол кезде интернат школаға қызыңды тастап, өзің Байқоңырға барып жұмыс жасау керексің. Одан бөлек, ол мен жалғыз қызым емес қой, одан бөлек мен балдарым бар ғой. Иә, мен 4 балам бар. Жалғыз күйеуім жұмыс жасайды. Мына жаққа келуім керекпін. Интернат школаның өзі, школа, интернат деген сөздің өзі есептеңіз. Орада мама, папа жоқ. Мұғалім, ұйықтайды, режим. А мне пришлось беруге. Өткен менің қызым білім алу керек. Қанша жыл оқыды сонда? Біз 2 жыл оқыдық. 2 жыл оқыдық. Мен ол мектепке басымды үйіп тұрып рахмет айтамын. Неге дейсіз ғой? Ол кезде сентябрь айында біз бардық, август айында біз документ тапсырдық. Бұл мектепті маған жаңағы сурдопедагог мұғалімім Сәуле Нарымова сол жақта жұмыс жасайтын сол кісі айтты. Сіз барыңыз, сіздің қызыңызға өте білім береді, жақсы білім береді деп. Аида Марельсина деген классный руководителіміз болды біздің. Біз бардық, 1 сентябрь күні қатысып, қызымды сол жерге тастап кеттім. 3 сентябрь күні мен қайттым Байқоңырға. Өйткені ол жаққа ата-анаға қонуға да болмайды, қасына болуға да болмайды. Амал жоқ, қайттың, жылайсың. Конечно, орада енді никак қой. Конечно. Сонымен амал жоқ, бір Аллаға тапсырдым да, не болса да осы қызымды мен сөйлетуім керекпін, естітуім керекпін. 1 жыл оқысын, 2 жыл оқысын, бірақ менің целім кәдімгі мектепке беру, речевой. Мектепке беру. Менің мақсатым сол болды. Мен әрі қарата сол жұмысымды жасап жүрдім, жаңа магазинімде, онан бөлек осы білімді оқып жүрдім, бірақ бұл білімді оқып жүрген ешкім білмейтін. Мен тығып оқып жүрдім. Не үшін тығып? Кімнен тығып? Ешкімнен мен тыққан жоқпын, бірақ логопед дефектолог дегенді өзім зерттеген кезде мен әлі түсінбеймін ғой. Сондықтан да мен оқып жатырмын деп айтқым келген жоқ. Ешкімге. Просто мен оқып жүрдім, ананда оқыдым, мынанда оқыдым. Сөйтіп жүріп, ай сайын өстіп келіп жүрдім. Айына 2 рет келем Талдықорғанға, қайтадан кетем. И бізде октябрьдің аяғы, ноябрьдің басы золотая осень болды. Күздік бал болады ғой балдарда. Сол кезде бізді мұғалімдер шақырды, ата-аналар қатысуға болады деп. Сонымен алып ұшып келдім қызымның, сондай утреннигі болады. Бәріміз қуанамыз ғой. Сол кезде менің қызым ең бірінші тақпақ айтты. Уже сөйлеп кеткен ба? Уже сөйлеп. Қанша айда? 1,5 айда. Мәссаған. 1,5 айда. И сол кезде мұғалімдердің айтқаны осындай болды. Бұл баланың фундаменті күшті болған. Сіз уже қанша нәрсені информацияны бергенсіз. Эффект мына жақта көрініп тұр ма оның? Мен баста уже кішкентайынан бастап биге де бердім, басқаға да бердім, коммуникация үйде де айналыстым ол баламен. Көзі құлағы естімесе де, мен үйде отырып, сол кішкентай кезінде әлі видеолары бар менде. Деп үйретем, мейлі ол мен қайталамасын. Му деп үйретем, айтсын, айтпасын. Мама деп айтатым. Еще ол қызымды жаман қинайтын. Говори деп айтатым. Это менің жанем болатын тұғын. Сен айту керексің. Мейлі естімесе, мен аузыма қарап тұр, сол нәрсені қайталашы деген нәрсе. И сол кезде, сол апай айтқан кезде 4 шумақты тақпақты айтып тұрған кезде бала, представьте, еще Рахимбекова Айрина деген кезде бір шаг істеп, я деген кезде өзінің атын естіп тұр, фамилиясын естіп тұр, кім екені біліп тұрған, ол ата-анаға өте қалай айтсам екен. Енді басқаша сезім ғой. Басқаша сезім ғой, жүрегіңіз елжіріп, анарда бәріміз жылаймыз ғой, енді қанша таңдана отырмын, өйткені ол класста біз 7 бала оқыды. Өйткені сондай ғана отырады. Әр балаға жеке сабақ үйретеді. Ол жерінің білімі өте жоғары. Өте жоғары болды. Мен өте қуанам, жаңағыда басымды иіп ол өте кеше менің семинарыма сол Айрина қызымның мұғалімі келіп қатысты. Күшті. Мәншік апай келіп сол айтып жатыр. Сол кезде сіз прям сондай не едіңіз ғой деп, алға бұрып сол кезде оқимын деп айтып едіңіз ғой деп. Енді ол кісі менен білім алып жатыр, өзім қуанып қалдым. Сондықтан да интернат школа деген кезде көп ата-ана қорқады, мен айтар едім, қорықпаңыз. Бірінші сол жерден алып алсын білімді. Әрі қарата сізге оңай болады. Алып кету, фундамент. Сол кезде сол тақпақты айтып, сөйлеп кеткен кезде, бізде 1 апта демалыс берді ғой. Мен ауылға алып келіп, атасына, әжесіне, папасына көрсеттім. Міне дедім, сіздер өйткені қарсы болды ғой. Тамақ жей алмай қалады.
Иә, ешкім отбасым қарамай қарсы. Енді қалады. представьте, 5 жастағы қыз, кішкентай бала, мен интернат школаға беріп тұрмын. Бірақ мен ешқашанда өкінбеймін оған бергеніме. Бірінші кезде енді жылау болды, өкініш болды, ұрыс керіс болды, қабылдамау болды, қаншалық деген. Бірақ осы дәрежеге мен қызымды жеткізген ең бірінші сол мамандар. Менен бұрын. Ол кісілер айтады, жоқ, Марина, сіз дейді. Өйткені сіз баста бердіңіз ғой, естімесе де сіз көріп қабылдаумен жұмыс жасадыңыз. Естімесе де ол қызым менің билеп сахнада жүретін. Қайталап тұрып жасайтын тұғын, сол кезде айтатын тұғын. Мен ата-аналарға да соны айтар едім. Мейлі балаңыз сөйлемесін, мейлі сіздің балаңыз тыңдамасын. Атына қарамаса да сіз айта беріңіз, айналыса беріңіз. Екі жер карточка болсын, бір жер карточка болсын, атасын, әжесін сөйлесін, айта беріңіз деп айтар едім. Өйткені сіз көріп қабылдау, визуальный восприятие айтылады ғой. Соны сіз үйретіп жатсыз да. Ол көріп, автоматты түрде фотограф сияқты суретке түсіріп жасап жатыр да. Ол кейін уже түсінігі қалыптасып ойлауды білген кезде автоматты түрде сізге жаңа губка сияқты пипетеп жатқан нәрсені автоматты түрде патырлатып айтады да. Оның эффекті бір моментте шығады. Бір моментте шығып кетеді. Бір моментте шығып кетеді. Сондықтан да мен ойлаймын, негізінде қазіргі бұзылысы бар көп балдарда сөйтіп үйде жұмыс жасаса. Ата-ана. Өйткені бұл жерде қазір ата-аналардың кейбірінің поведениесі логопед дефектологқа апарады. Біріншісі барады, нәтиже жоқ, екіншісі нәтиже жоқ, үшіншісі де нәтиже жоқ, Ташкент аралап кетеді. Только система, капать ету. ТМС-ге апару, И осы бойынша сіздің тоже инсайтыңыз қатты әсер етті. Ата-ана қабылдамағанда сондай действиялар жасайды. Ата-ананың қабылдауы, енді бұл жерде мамандарға ата-ананың қабылдауы ең бірінші әсер етеді. Сіз ойлаңызшы, балаңыз сөйлемейді, невропатологқа бардыңыз, сізге диагнозды қойып берді. Или болмаса бұзылысты қойып берді. ЗР, ЗПР это диагноз емес, бұл бізде әшейін бұзылыс. Бірақ ЗПР деп болған кезде оның расшифровкасы задержка психического развития ғой. Анада психическое деген сөздің өзі ата-анаға қаншалықты влиять етеді. Мысалға сондай қойса, менің балам психпа деген сөзді қабылдайтын болады. Ең қиыны сол, мысалға. Енді ата-ана егерде баласын қабылдамай өзі қылғынып тұратын болса, мына жерде тұратын болса, балада дәл сондай қылғынып сөйлемейді. Да. Неге дейсіз ғой? Ата-ана өзі қылғынып тұр, ата-ана мен баланың арасында сепарация бар. Полный беріледі. Сіздің состояниеңіз қандай? Сіз ашулы болып агрессия болсаңыз, балада сабақта отырғанда сол агрессиясын көрсетіп отырады. Сіз көңіл күйді тастап, балаң бүгін сен күшті сабақ өтті деп көңіл күйде кетсеңіз, бала сол күні сол сабақты күшті айтады. Ал сіздер оны жиі байқайсыздар, сіздер келген ата-аналарды? Көп байқаймыз. Бізде ата-аналар келген кезде бірінші сабақта бала агрессиямен келеді. Жылау, өйткені кабинеттің ішін қабылдауы, мұғалімді қабылдауы бізде, мысалға бөтен адам кіргізіп алды кабинеттің ішінде, ол бала жылайды, кабинетіміз шашады. Это адаптация, это нормально. Бірақ ата-ана айтады, есігімізді ашып, неге жылап жатыр? Не істеп жатсыздар? Не болып жатыр? Шымшып алдыңыздар ма деп әртүрлі. Шұлқып жатырмыз ба деген сияқты. Бұл жерде мен ата-ананы кіргіземін. Ата-анаға сабақты кіргіземін, сабаққа көрсетемін, міне осындай жағдайда балаң жылап жатыр. Өйткені ол баланың бірінші сөйлеуінде емес қой бұзылыс. Бізге сөйлетуге деп алып келеді. Ал біз диагностиканы жасаған кезде сөйлеуден оның алдында баланың қабылдауы жоқ, түсінігі жоқ, ойлауы жоқ, денесінің өз-өзін қабылдамауы, шашын алдырмауы. Біз даже диагностиканы ата-анадан сұрап отырсақ, шомылмайды дейді, қорқады. Біз 5-6 адам болып, ванна ішіне тығып тұрып шомылдырамыз дейді. Не үшін? Өйткені тактильдік жүйесі әлі дамылмаған. Тактильдік жүйесі дегеніміз бала өз-өзін денесін әлі сезінбейді. Ол бала денесін сезінбеген бала, ол миы да дәл солай жұмыс жасап тұр ғой, ол бала қалай сөйлейді? Ол өзінің әлемінде жүр ғой. Сондықтан да бұл жерде жалғыз дефектолог көмектесе алмайды. Жалғыз логопед көмектесе алмайды. Бұл жерде жалғыз мұғалім вообще көмектесе алмайды деңізші, себебі жалғыз мұғалім көмектесе алмайды. Енді мұғалімдер тарапына келетін болсақ, мектепке барған сол бала мектепке сөйтіп баратын болса, жалғыз мұғалім көмектесе алмайды. Естественно, ол өзінің қатарынан қалады. Өйткені ол бала 6-да, бірақ ой өрісі ол баланың 3-те. Ата-аналар деген мұғалімге жабысып алады ғой, мектепке кетті, неге сіз нәтиже шығармайсыз? Мұғалімнен бұрып орталықтарға алып барады, неге сіз нәтиже шығармайсыз? Бұл жерде мынандай ғой, бізге де солай келеді. Біз сізге мынандай ақша төлеп жатырмыз, неге нәтиже жоқ дегенде. Балада бірден бір айдың ішінде нәтиже көрсету қиын. Кейде болады, біз 6-7 айда нәтиже көрсетеміз. Ол шыны керек.
ол әр баланың деңгейіне байланысты, өте деңгейіне байланысты сөйлетуге алып келеді. Ал қарап тұрсаңыз, моторный онтогенезі бұзылып жатыр. Баланың ол дене бітімі жөнделмей, ол мүлде сөйлемейді. Өйткені ол жерде түсінікте жоқ, ойлауда жоқ, сөйлеудің аппараты да дұрыс емес, сөйлеудің не екенін білмейді ғой. Мысалға, даже пример қылып алайын, мысалға сіз шетелге бардыңыз. Шетелге барып, магазиніне барып, қазақша маған кока-кола мен сэндвич беріңіз десе, сізге қазақшаға жауап бере ма? Жауап бермейді. Сіз ол үшін ағылшынша айту керексіз, ағылшынша үйрену үшін сізге қанша уақыт керек? Бір ай уақытта сіз полностью ағылшынды үйрене аласыз ба? Жоқ, сіз ABC-ді үйренесіз. Кемінде Hello, 6 ай. sit down, please. Иә? Иә, Соны иә. білесіз. Басқа ешнәрсе білмейсіз ғой? Дәл балада дәл сондай. Балада дәл сондай. Мысалға, мен екеуміз бірге барып ағылшын тілін үйренетін болсақ, сіз менен бұрын жақсы үйреніп кетуіңіз мүмкін 2 айдың ішінде. Мен сол баяғы ABC-мен жүруім мүмкін. 2 сөзді қосып айта алмауым мүмкін. Зи деген сөзді тхей деп оқуым мүмкін, иә? Мысалға. Hello демен х емес басқаша қылып оқуым мүмкін, ал сіз алып кеттіңіз. Балада дәл сондай. Келген бала, 3 бала бір диагнозбен или бір бұзылыспен келетін болса, сол кезде бізде осындай жағдай болды. Екі подружканың баласы келді. Бірінші баласы жақсы сөйлеп кетті. Бір подружкасын. Екінші баланың әлі бір қалыпта тұрдық та. Біз айтып жатық, сіздің мына жеріңіз дұрыс емес, сенсорикасы дұрыс болмай жатыр, мына жер дұрыс болмай жатыр, өз денесін әлі қабылдамай жатыр. Мына бала уже сөйлеп кетті, му қайда десең көрсетеді, му деп, аф қайда десең афты көрсетеді. Сол кезде бізде болған. Сіз 2 баламызға 2 түрлі сабақ беріп жатсыз. Негізі сабақтары бірдей. Хотя біз бір уақытта келдік. Жасы деген бірдей деп, сыртқы факторлардың бәрін айта береді. Ал содан кейін біз әр ай сайын біз жиналыс жасаймыз. Сол кезде ата-анаға кәдімгі ашып тұрып көрсетемін. Мына жерде мынандай болып жатыр. Сіздің балаңыз бірінші этапта. Бірінші этап дегеніміз фундаментті құю. Фундаментті құю жағында. Фундамент құю деген мынандай. Ата-анада біз енді маман болғаннан кейін фундамент, стена, терезе деп бөлеміз. Ата-анада бірден терезе салу. Сөйлету. Ал ол сөйлетуге ана жаққа барам дегенге дейін астыңғы фундамент. Мысалға, баланы 9 ай көтереді, оны босанады, бірден Алла оны аспаннан салбыратып бере салған жоқ қой. 3 айда да босанған жоқ. 3 айда да босанған жоқ. Неге 9 ай 9 күн? Не үшін? Даму кезеңдері. Даму кезеңдері бар. Бұл жерде де сөйлеу кезеңдері болып бөлінеді ғой. Бірінші этап, екінші этап, бірінші этаптың алдында базалық этап бар ғой. Соны білу керек та. Егер базалық этап жоқ болып, бірінші этап болмай, екінші этап болмай, бірінші, үшінші этаптан бастайтын болсақ, терезені салатын болсақ, сіз 100 жерден миллион тұратын терезені сала беріңіз. Бәрібір. Ол сіз қоясыз, сол моментте сынып қалады. Екінші жаққа қойыңыз, 4 қабырғаның 4 жағына қойып шығыңыз, 4-еуінде де ол терезе тұрмайды бәрібір. Өйткені сіздің базалық фундаментің жоқ. Мына стенаңыз жоқ. Тұрған стенаңызда терезеңізде сынып қалып жатыр. Балада да дәл сондай. Егер базасы болмайтын болса, бастапқы кездегі денесін қабылдау, өз-өзін сезіну, жаңағы шомылу, тырнағын алдыру, шашын тараған кезде жыламау, шашын алдырған кезде жыламау, өз-өзін денесін сезіп қабылдаған кезде это база. Сол кезде қорықпау. Мысалға, кейбір кішкентай балдар кабинеттен шығып келесі кабинеттен бір затты алып келмесе, артынан жүгіріп аяғын жабысып алады, қорқады. Оның себебін білу, неге ол қорқады? Значит, тағы бір нәрсе бар ғой бұл балада. Бұзылыс бар, страх, қорқыныш. Ол қорқыныш қай кезде шықты? Неден шықты? Далада оны ит қауып алды ма? Лифттің ішінде қалып қойды ма? Ата-анасының екеуінің ұрсып жатқан кезде сол жағдайда болып қалды ма? Сол нәрсені білу керек. Оның бәрі... Осындай қорқыныштарда бұзылыс қалып келе ма? Бұзылыс қалып келеді. Конечно, бұзылыс қалып келеді. Мысалы, енді ауылда папалар деген. Сау бала жүгіріп келе жатып алдынан ит шығалып не қылса, ода тұтықпа басталады, Тұтықпа. Бұзылыс қой. Деп сөйлем дегенге дейін. Ол бұзылыс қаяқтан шығып жатыр, қорқып қалды. Или одан бөлек болуы мүмкін. Болмаса оның другі, жолдасы дәл сондай тұтықпа болуы мүмкін. Бұл жерде уже еліктеу. Ананың күнде мен тұтығып жүріп, сіз менің қасымда жүрсең, сіз де тұтыға бастайсыз. Бұл жерде еліктеу. Сондықтан да соның бәрін деп тереңнен қарау керек та. Тереңнен. Өйткені ата-аналар ойлайды, менің балам сөйлемейді, мен сосын неше күн келеміз дейді. Неше күн келеміз дейді. Бұл жерде өйткені әр ата-анада ақшаға келіп тіреледі. Шыны керек. Мен қазіргі таңда осы Байқоңыр қаласында тегін
білім беретін орталық ашқым келіп жатыр, тегін. Осы мемлекет тарапынан егер көмек болып жатса, неге осы бұзылысы бар, ерекше баланы тәрбиелеп отқан ата-аналарға неге тегін көмектеспеске? Неге мемлекет тарапынан сондай нәрселер ашпасқа? Ал қазір вообще ерекше балаларға төленетін ақша қандай? Әркімде әртүрлі ма? Әркімде әртүрлі. Сіздердің жағдайларыңызда? Менің жағдайымда Қазақстанда 52 мың теңге аламын. 52 мың теңге. Өткенде бір жеңгем 150 мың теңге алады екен да баласына. Үйіне барған кезде андай қатты обидно болды. 2 үлкен баласы, 3-ші баласы ерекше. Ана 2 үлкен баласы айтады да, мама, баласының атын айтады, 3-ші баласының атын. Соның ақшасы түссе, маған ана ойыншықты алып бересің ғой айтты. Прям үстімнен мұздай су құйып жібергендей болды ғой. Ананың ақшасына дәмет, папасы ғана емес, оның бауырлары да уже дәметіп отырды. Бұл жерде мынандай ғой, өте қиын жағдайлар бар. Отбасында қазіргі осы біздің заманымызда өте қалай айтсам екен, именно осы ерекше баланы тәрбиелеп отқан отбасында өте қиын жағдайлар бар. Ол менің басымда да өтті. Инвалид ақша деген сөзіміз сол мүмкіндігі ерекше баланың ақшасымен күн көріп өткен отбасы бар. Оны жасыратын да жоқ, оған ұялудың да қажеті жоқ. Қазір күн көріс жағдайын өзіңіз көріп тұрсыз. О баланы платный, ақылы түрде егер де орталық алып келетін болса, бір айға алып келетін болса, ол жерде 100 мың теңге ақша төленеді. Кемінде. Егер бір айға есептеңізші, ол бір айда 12 ақ рет келуі мүмкін, болмаса 20 ақ келуі мүмкін, 20 рет, мысалға күнде келетін болса, ол 100 мың теңге тұрады. Есептеңіз. Бірақ бір айда нәтиже болмайды. Бір айда болмайды, 3 айда да болмайды. Бір жылда деп бір күшті нәрсені жасағанның өзінде, кішкентай шыбындай нәрсені жасаған кезде біз соған қуанамыз. Есептеңізші, енді ол ата-ана сол ақшаны алады, 150 мың теңгені. Ол орталыққа 100 мың теңгені бере ма, онан бөлек сол ақша қарап отқан 3 баланы асырай ма? Әлде жаңа ерекше баланың витаминін алып бере ма? Памперс киетін болса ше, памперсы қандай болады? Кейбір күйеулері тастап кетеді, өзіне қарамай қойды, потому что маманың миын бәрі баласында. Бұл жерде шырылдайтын ана. Ал енді аналар бұндай ситуацияға түспес үшін изначально не істеу керек? Ең бірінші, бұл жерде баланы көтерер алдында, баланы аяғы ауыр кезде ата-ана өзіне қарау керек. Бұл жерде ең бірінші анемиясы болмау керек ата-ананың. Анемия дегеніміз бұл балаға кислород тасымалдаушы. Егер де анемия болатын болса ата-ана, мысалға айтамыз, анемия болдыңыз ба, железа дефицити болдыңыз ба десе, деп жатса, о бала іште жатқан кезде баланың миы ешқандай кислород алған жоқ. Тұншығып шықты да. Ол ана жаңа қазіргі бұзылыс балдар кеше 2 жас 3 жасында болған жоқ қой. Ол ана іште жатқан кезде басталды. Сыртқа шыққаннан кейін есептеңіз, сыртқа шыққан кезде бала қандай болады? Сыртқа шығу факторында қандай болып жатыр? Туылған кезде қандай болды? Кесарево тілігімен алынды ма? Бұл жерде уже баланың пропорциясы бұзылып жатыр деген сөз. Өзінің күшімен шыққан жоқ қой бала. Кесарево кезінде бала готовы шықты да, қиналған жоқ, денесі қысылып шыққан жоқ. Сондықтан да бұл жерде сосын ата-анаға соның бәрін айтамыз. Сізде қандай болды? Анамнез жинаған кезде қандай болды, не болды? Сосын обязательно біз не сұратамыз? Анализ сұратамыз. Қандай? Анализ именно витамин дефицитке. Құрттар бар ма, соған тапсырғызамыз. Егер де баланың ферритині норма ниже болатын болса, сіз о балаға 1000 жерден білім бере беріңіз. Қабылдамайды. 1000 жерден сіз сөйлетем дей беріңіз. Қабылдамай ма? Мәссаған. Значит, біздің мұғалімдеріміз ойбай балада нәтиже шықпай жатыр деп өздеріне ала бермеу керек екен ғой. Оның основасын физиологиясында. Ата-аналарда мынандай бар. Біз сізге келіп жүрміз, пәленбай ақшаны төлеп жатырмыз, нәтиже қайда дейтін. Бар, ондай ата-аналар бар. Сосын біз айтамыз, ата-аналық тұрғыда үйде не жасап жатсыз? Кейбіреулер жасайды, кейбіреулер жасамайды. Өйткені ол ситуацияда мен сондай өттім ғой. Қалай? Менде сондай болды. Мен қызымды мына дефектологқа апарам, нәтиже жоқ, алып кетем. Ақшасын төлеймін. Анаған апарам, нәтиже жоқ, алып кетем. Мынаған апарам. Сол кезде соңғы апарған маманым айтты. Марина, остановись. Сіз қазір 10 жерден супер-пупер невропатологқа апар, супер-пупер сурдопедагогқа апар. Сіз мына жақтан біреуден екінші жаққа, үшінші жаққа, төртінші жаққа секіріп жүре беретін болсаңыз, ол тек қана базаны ғана үйрете береді деді. Есептеңіз, қайта бірінші класстың сабағын үйрене береді, екінші класс, үшінші класс, төртінші классқа өтпейді. Өйткені бір маман
мысалы, базадан бастайды. базадан бастап енді соны закреплять етіп жатқан кезде біз жол алып кететін болсақ, келесі маман да соны басынан бастайды ғой. Ал бір маманға тоқтамай 3 ай барсаңыз, ол маман ана баланың қай жерінде бұзылысы бар екен сізге ай сайын айтып отырады. Біз мына жерін қойып едік, енді мына жері келіп жатыр. Мына жерін жасадық, мына жасадық, мына жері бар деген сияқты болып тұрады. Өйткені қазір жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, мына жаққа барып жатыр деп. Ондай қателік менің басымнан да өткен кезде, бір маман тоқтатқан кезде мен қана өзімді қолға алдым. И ол маман айтты: сіздің балаңыз менің қасымда 40 минут болады деді. Қалған 22 сағатта сіз не істейсіз деді. Ата-ана ретінде сіз балаңызға қандай білім беріп жатсыз үйде? Не істеп жатсыз? Қандай ойын ойнайсыз? Шыны керек, Айнұр ханым, мен қызыммен ойнауды білмейтінмін. Мен ойнауды ойлайтынмын. Баламен ойнау деген далаға шығарам, өзім отырамын, қызым ойнаса болды, это мен баламның ойнатты деп ойлайтынмын. На самом деле ондай емес. Баламен ойнау деген, кәдімгідей біз қазір екеуміз сөйлесіп отырмыз ғой, дәл сондай сияқты ойын түрде. Айнұр, мынау не? Доп. Мейлі ол бала қарамай-ақ қойсын. Допты айналақтыру бұрынғыдай. Қуырмашты жасату. Бауырсақ ертегісін айту. Бауырсақ деген кім? Не ол? Неден шыққан нәрсе? Бауырсақты кім пісірді? Ата мен әже болды, олар не істеді деген сияқты кәдімгідей айтылу керек екен. Прям көзіне қарап барып, ойын ретінде жерде отырып алып айту керек екен. Сол кезде сөйтіп айтқан кезде маған жетті ма? Жетті, шыны керек. Мен ата-анаға да айтам. 40 минут сіздің балаңыз менің алдымда 40 минут үй жұмысын жасаңыз. Мен каждый раз мамандарыма да айтам, видео жасаңыз. Мейлі бала жылап жатсын, агрессиясын көрсетін, жібере беріңіз. Үйде сонымен жұмыс жасасын. Агрессиясын бізге келген кезде 3-ші күн, 4-ші күн көрсету мүмкін, 5-ші күн бала агрессиясын көрсетпейді, но бірақ ол бала үйіне барғанда сол нәрсені көрсетеді да. Бұл жерде руководящий контроль деген болады. Маман мен баланың арасында, ата-ана мен баланың арасында. Егер де ол бала маған король болып келетін болса, үйінде өткен ол король ғой. Иә, еркесі, серкесі. Ол соны айтқаны болады. Алинұрдың айтқаны болу керек. Жылатпаңдар. Телефон сұрады ма, беріңдер. Көбінесе ата-әжелер. Көбінесе жылатпа. Баланың нервісін құртасын. Бер. Жұрттың балдары сол телефонмен өсіп өніп жатыр, зато ағылшынша біледі. Сөйтіп отмазка жасап ала ма? Одан бөлек баланы қинама. И так та ол барып жатыр ғой, мамандар ақшасын төлеп жатсын. Сен неге үйде жасау керексің? Деген ой құртады нәтиженің тез келуіне. Сосын біз айтамыз, түсіндіріп айтамыз ата-анаға. Айнұр ханым, балаңызды алып келдіңіз ба? Ата-ана ретінде үйде балаңызбен 20 минут қана уақыт бөліңіз. Бізге әкелген уақытты бөлмей-ақ қойыңыз. 20 минут біз не жасадық, соны ойын түрде үйіңізде не бар, сонымен ғана жасаңыз. Кішкентай доптор жоқ па? Картошка мен жоба бар ғой, домалақ. Бәрінің үйінде бар. Тарелка жоқ емес, бар. Қасық жоқ емес, қасық вилка бар. Жасаңыз сонымен. Болды, басқа еш нәрсе керек емес. Біздің жасаған нәрсемізді тек енді Марина ханымда бір острый момент бар да. Кейбір ата-аналар, қазір осы болып тұр, жұмыс жасайын, емдейін деп бірден әрекетке кіріседі. Кейбіреулер игнор жасайды. Жөнделіп кетеді, қазір ақшам жоқ, әртүрлі моменттер әсер етеді. Игнор жасаған кезде соңы қай жаққа алып барады вообще-то? Қайтадан айналып мамандарға келеді. Еш жаққа да бармайды. Бірақ енді қазіргі таңда бізде өте хит болып жатыр ғой, Ташкент деген. Енді қараңызшы, ол жерде енді емі болып жатқандар да бар. Мен жоқ деп айтпаймын. Кейбір балаларда емі болып жатқандар да бар, кейбіреулеріне кері әсер беріп жатқандар да бар, кейбіреулерінде сол моментте әсер берді да, бірақ бұрынғыдан да нашар нәтижеге түсіп кетті да, откат кетіп жатқандар да бар. Менде сондай оқушы болды. Мамасы апарды, өзі кейін түсінді. Мен айттым, егер Ташкентке апаратын болсаңыз, мен сізді қабылдамаймын дедім. Өйткені бар берген білімімізді жоққа шығарып жібереді да ол жақ. Олар только препараттар ма сонда? Ол жерде енді әртүрлі. Неге Ташкент хит деген ғой? Ол жерде енді жаңағыдай желкеден укол салу деген бар. Мен өз басым енді ол жерде менің мамам да баласын апарды, өйткені ерекше баласы болғаннан кейін шок болып келді, шыны керек. Бірден қайтып келді. Бұл жерде мынандай, ол жерде ТМС деген нәрсе бар. Стимуляция беретін, жаңа басқа не қуатын. Енді қараңыз, ТМС-тің кезінде, ТМС-ті жіберетін болсақ, ТМС-тің кезінде не то что укол салуға, не то что желкеден укол салу, даже витамин ішуге болмайды. Не үшін? Өйткені стимуляция беріліп тұр ғой. Стимуляцияның кезінде сіз қанша витамин ішкенмен, ол витамин сіздің еңізге дарымайды. Ол жерде витамин ішуге де болмайды. Кәдімгі стимуляцияны алу керек. Сосын ТМС-ті 10 күн қатарынан береді ғой.
ол күн қатарынан болмайды, оның арасында болу керек. Сол ТМС-ті мен ата-аналарға бір сеансын өзіңіз алып көріңізші, тоқты басыңызға емес қолыңызға. Бір ата-ана айтады, я жаман ұрады, қолымды тартып алдым дейді. соған баласын апарады. Ал ол балаға біз басқа басына есептеңіз. Қолмен бастың чувствительності қаншалықты. Ана балаларда сосын қандай өзгеріс болады? Откат кету жағынан. Откат кету жағынан ол бала тынышталады. Шынымен де тынышталады. Тыныш болып қалады стимуляция алған кезде. Әркімде әртүрлі. Бірақ орада істен басталады. Неше түрлі нәрселер істеу, секіру, парақты алу, болмаса шыңғыру, болмаса құлақтарды жабу, айқайлап. Сондай нәрсе болуы мүмкін. Я болмаса, ол балада кейбіреулер айтады, мен балам сондай сөйлеп кетті дейді. ТМС-ке баруға болатын жағдай бар. Барма деп айтпаймыз біз. Оны енді невропатолог қарайды, эгісін қарайды. Егер де ол жерде вспышка болатын болса, острый волны болатын болса, болмайды. Ол жерде көбінесе еді ТМС-ті мамандар көбісі қарамайды екен. Оны да көрдік, енді көріп жатыр, пағаталап салып жатыр екен. Баланың көзінің қарасынан байқап қаламыз. Көп ата-аналар маған жасырып алып келеді да. Сосын уже жақсы біз нәтижеге деп келе жатқан кезде ана баланы біз демалысқа алып кетейік деп біз айтамыз, мейлі 3 ай келді ғой, енді хотя бы 10 күн демалсын, сосын қайта алып келеді. Ана бала зомби болып келеді ғой бізге. Зомби болып қалады. Ол қалай зомби деген? деген? Көз қарасы не живой, тірі емес. Былай. Сіз оны атын айтасыз, біз айтамыз. Не іштіңіздер? Натроп іштіңіздер ма, неврологический бір дәрі іштіңіздер ма, әлде стимуляцияға бардыңыздар ма, шындарыңызды айтыңыздар ма? Жоқ дейді. И бір күні жайме деп айтып отырсақ, соны айтып отырады ғой, я біз бардық дейді. Есептеңізші, біз 3 ай бойы, 6 ай бері оны күшті деп келіп, мынандай күшті болып жатыр, мына балада мынау болды, мамасы енді әрі қарата нан жасаймыз деген кезде алып келеді да, сондай нәрсе стимуляцияға тарсыз алып келеді да, зомби қылып алдымызға әкеліп береді ғой. Бұрынғы нәтиженің бәрі жоқ. Жоқ, біз қайтадан бастан бастаймыз. Қайтадан 6 ай берген білімімізді қайтадан бастан бастаймыз ғой. Слишком тонкий момент екен ғой онда, я. Ал ата-аналардың жаңағыдай Ташкент, ТМС деп атқанның мотивациясы неде? Не үшін ол жаққа асығып жатыр? Енді істеме десең де істеп жатыр. Енді бұл жерде шынымен де ол жерде бірінші барған кезде 10 күн ішінде нәтиже көреді. Қандай? Уақытша нәтиже? Уақытша. Бұл нәрсе стимуляция деген уақытша. Стимуляция деген кәдімгідей тек қана сол миға стимуляция беріп тастады ғой тоқпенен. Енді есептеңіз, оның неге 3 ай деп айтады. Өткен тоқтың дейсіз, дәрін дейсіз, 3 айға дейін дейсіз деді. 3 айдан кейін сіз бармаңызшы, менде жаңа ата-ана барған жоқ. Баласы көшеде жүріп денесіндегі киімді шешіп тастайтын болды. Жалаңаштан ана болатын болды. Өткен ана стимуляцияны іздеп жатыр да бала миы. Шешіне бастаған кезде ол бізге келді. Жаңа мен айттым ғой, Ташкентке баратын болса, бірақ біз айттық. Сіз 4-ші айда баратын болса, бармай көріңізші, сол кезде балаңыздың состояниесі. Ол ата-ана көрді. Марина апай, менің балам мынандай болып жатыр деді. Барыңыз онда деді. Барасыз ба дедім, или маған алып келіңіз деді. Біз алып келіп қолдан жасадық, баланы орадық. Ораған кезде шыңғырып жылайтын тұғын. Біз кәдімгідей коврикке, плетке орап, денесін сезіндіретінбіз. Ол денесін сезбегенде шыңғырып жылайтын тұғын. Мамасы айтады, не істеп жатсыз? Сабаққа кіргіземіз. Мынаны орап жасап жатырмыз. Жаңағы сенсорика жасап жатырмыз. Күріштен, фасольдан, гречкадан біз ванночка жасаймыз. Сол ванночкаға түсірген кезде шыңғырып, айқайлап, ана ваннадан секіріп, атып, шығып кабинеттен, келесі кабинетке қашып кетеді. Есептеңіз, әшейін біз күріш, ол жерде әлі суды қолданған жоқпыз. Өткенде сенсорика, водный терапия болып есептеледі, құм терапиясы болып есептеледі, жаңа крупа болып есептеледі. Әркімге біз бөліп қоямыз. Біз тек дене бітімін қабылдауын жасап жатыр. Әлі миға келген жоқпыз. Мидан бұрын олар сөйлеуді ойлап тұр да. Мен айтам, денесін қабылдасын. Қалай бала түсінігі қалыптасқан кезде автоматты түрде сөйледі. Біз ол баланы 1 айдың ішінде сенсорикасын дұрыстап бердік, дене бітімін. Одан кейін 2-ші айда, қазір бізде 4-ші ай, ол бала уже сөйлейді. Сол кезде ата-ана түсінді. Сол кезде бізде ата-аналар жиналысы болғанда айтып жатады, сіз Ташкентке бардыңыз ғой, не көрдіңіз? Сол ата-ана бірін айтты, бармаңыздар, мен балам сондай жағдайда. Ол бала өз-өзін тырнай бастады, іздей бастады, өз-өзін стенадан стенаға ұра бастады. Ол жаңағы нәрсені іздеп жатыр да. Сондықтан да мен айтар едім, ата-ана болсын, ата-аналарға ең бірінші маманнан бұрын ата-анаға айтар едім, адаспаңыздар. Кәдімгі қолдан келгенше, мейлі сіздердің қолдарыңызда ақша жоқ па, қазір Инстаграмды ашсаңыз, баланы қалай дамытады тегін нәрсе көп, иә? Ютубта да толып тұр. Ең бірінші сіз балаңыздың бұзылысы қай жерде екен біліңізші. Сенсорикасы ма, шашын алдырмады ма, тырнағын алдырмады ма, АФК-ға апарып жүгіртудің қажеті жоқ.
дефектологқа барып айнаның алдына а у деп артикуляционно жаңа жаттығуларды тілмен айқастап ойқастаудың қажеті жоқ. Ең бірінші тырнақ алу, шаш алу, денесін қабылдау, көзіне қаратумен жұмыс жасаса, сол кезде баланың түсінігі қалыптасып бері қарата келер еді. Өйткені денені қабылдамаған бала шымшыса да сезбейді. Ыстықты басса да сезбейтін балдар бар. Просто күйіп тұра бере ма? Тоңғанды да сезбейді. Әртүрлі. Ол енді гиперчувствительность, гипочувствительность бөлінгеннен кейін ол жерде сол нәрсемен жұмыс жасамай, жаңағыдай ғой, бірден фундаментті құймайды, стенаны салмайды, терезені сала беретін болса, сіз 100 жерден ол жерден жасай беріңіз. Ата-ана ретінде сіз оны қабылдап, ата-ана ретінде үйде сіз ол балаға білім бермесеңіз, нәтиже жаймен-ақ болады. Егер ата-анамен бірге, мамамен бірге бір жұмыс жасасаңыз, баладан нәтижені көреді. Оған мен 100% айта аламын сонда. Өйткені менімен қазіргі келіп жүрген ата-аналардың ішінде, даже Қарағандыда менің орталығым, кеше жақында сол орталығымда жасап жатырмын. Алла қаласа бізде ашылуы болады. Сол кезде бізде ол жақта 70 бала бар ғой. Соның ішінде 70 ата-ананың ішінде менде 4 ата-ана жұмыс жасайды. Үй жұмысын. Қалған бәрін сіздерге алып бардым, болды. Иә. И сол кешегі кезде сол ата-аналарды жинап мен түсіндіріп айттым. Сол кезде олар түсінді ғой. Біз сонда үйде жұмыс жасау керек екенбіз ғой, иә дейді. Бір ата-ана бар, мына АФК-дан шығып, екінші АФК-ға апарады, екінші маманға. Одан шығып, маған сенсорикаға келеді. Менен шығып, тағы да басқа бір жерге апарады. Енді есептеңіз. Сөйтіп ол нәтижені қатты қалап жатыр ма? Тез болады деп ойлайды ғой ата-ананың. Қателігі осы. Ата-ананың қателігі, ол бала одан тез қабылдамайды, одан гиперактивный болып кетеді да бала. Жүкіре береді, шаршауды да білмейді. Мен айтамын да, сіз мына АФК-ға бардыңыз, ол АФК қай жағымен жұмыс жасап жатыр. Ал мына АФК маманы не істеп жатыр? Бұл қандай? Мына АФК мүмкін тек вестибралкасымен жұмыс жасауы мүмкін, иә? Бір-бірінің сабақ жоспарын білмей тұр ғой. Ал мына жақ мүмкін пропорцепциясымен жұмыс жасауы мүмкін. Ал мен базалық нәрсесін жасап жатырмын да, сенсорикасымен, дене қабылдауымен. Енді есептеңіз. Сіз мына жерден ағылшын тілін үйреніп жатсыз, мына жерге келіп, мына жер күшті екен, бұрадан да үйреніп жатырмын дейсіз. Үйге келіп тағы да жасап, үшеуінен 3 түрлі нәрсе аласыз ғой, сіз бір нәрсе алмайсыз ғой. Бірақ не істейсіз, содан үшеуінен алған нәрседен қандай бір нәтиже шығады деп ойлайсыз ба? Шаршап кетеді ғой. Миыңыз ашып кетеді шаршағаннан бұрын, иә? Анарадан халауды мынандай деп айтады, нарада халау деп айтқызды дейсіз. А мен үйге келгенде халау деп айтып отырмыз. Үшеу 3 түрлі, иә? Иә. Дәл сондай ғой. Дәл бұл жерде де дәл сондай. Мейлі сіз супер-пупер невропатологқа барсын, иә? Даже мамандардың бәрі айтады. Супер-пупер дефектолог логопедке барсын. Мықты Айнұр Жүсіп дегеннің бүткіл кітаптарын сатып алсын, иә? Ата-ана дәл сонымен жұмыс жасамайтын болса, үйдегі жағдайда ол 45 минут мектепте отырып, 40 минут менің алдымда отырғанмен мынандай ғана нәтиже алады. А родители хотят мынандай результатты, горы. Анау шыңға шығудың үстінде, мына жақтағы лестницаға мініп келе жатып, лестница жоқ, жазық болатын болса, еңбектеп барамыз ғой, тауға еңбектеп мінеміз ғой. Лестницаға мінгеннен тез барасың, еңбектеп барғанда жай барасың ғой. А біз қазір еңбектеп жатырмыз да. Марина ханым, андай случайлар қанша процент примерно келеді, бұзылысы бар, жөнделді, прям бұзылысы жоқ болып кететіндер бар ма? Или жүре бере ма? Бұл жерде енді коррекцияға байланысты. Бұл жерде. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой. Мынандай жағдай болды. Аутизм бала келді, сөйлейтін бала. Сөйлейді. Аутизм бала келді, ол маған 2 жыл келді. Аутизмнан бөлек эхолалиясы болды, қайталайды. Атың кім десең, атың кім дейді. Бауыржан десең, Бауыржан дейді, мысалға, примерно айтып жатырмын. Ол ата-ана айтты да, менің балам қаншалықты мектепке баруға болады. Бара ала ма? Мен айтам да, бара алады, неге бара алмайды? Ерекше бала болсын, кәдімгі баламен тепе-тең білім алуға они имеют право. Құқылы. Мектепке барып, партада отыру құқылы. Ешқандай баланың құқысын ешкім әлі алып тастаған жоқ, бұзғанда жоқ. Мектепке бару құқылы. Құқылы, бірақ мұғалімдер олармен қандай подход жасау керек? Мұғалімдер білмейді. Қазіргі тұрғыда бізде қастарына маман беріп жатыр, тьютер деп айтып жатырмыз.
қазір енді көбейтіп жатыр ғой, аллаға шүкір, оған да шүкір дейміз. Бірақ мен бұл жағынан мынандай бізде жағдай болды. Жаңағы баланы алай, Ерасыл деген бала, ол оқушы, мамасы мен папасы өте менімен бірге білім жасады. Бұл жерде мен емес нәтижеге шығарам, мен анасы деп айтар едім. Өйткені анасы менің қасымда отырып, мен не істеймін, соны түсіріп алып үйге барып жасап маған жіберетін тұғын. Ол баланы ПМК-ға жіберілді. ПМК-ға барған кезде надамы оқисың деп айтыпты. Маған мамасы звондап тұр ғой. Марина апай деп жылап тұр ар жағынан. Ерасылды сөйтіп надаму деп айтып жатыр деп. Неге дедім, қайтадан кіресіз дедім, ПМК-ға дедім. Бүткіл түсірген видеоны көрсетіңіз дедім. Ол менің сабағымда отырады, сөйлейді, оқуға дейін алып бардым. 2 буындық сөзді оқып айтып береді. Және де мысалы ата, бата, ана, алма деген сөздерді мен айтсам, соны тауып алып беріп тұр. Ол просто жаттанды түрде емес, ол түсінікпен оқып тауып беріп тұр ғой. Сол моментте қайтадан ПМК-ға барасың дедім. Бүткіл қағазды менде 2 жыл болған бәрін жазып бердім характеристикасын. 2 күннен кейін қайтадан ПМК болған ана баланы мектепке береді ол. Мен айтым, на каком основании ол баланы мектепке бермей жатыр? Неге ол үйде оқу керек, письменный виде жазып берсін, ауызша емес. Письменный виде жазған жоқ, бірақ мектепке. Аллаға шүкір, ол бала қазір 2-ші сыныпта оқиды. Прям бұзылысын бәрі жоқ болып кете ала ма? Бұзылысы бар. Бұзылыс всегда қалады. Оны жойып жіберетін ол жара емес. Оны Қала ма? операционный путеммен алып тастайтын нәрсе емес. Қала ма? Кішкентай да болса қалады. Ол қанша 24, 25, 50 жасына дейін бола бере ма? Болады. Әртүрлі. Ол айтып тұрмын ғой жаңағыдай. Айнұр ханым, баланың деңгейіне байланысты. Алып кетіп, түсінігі қалай қорытып алып кетейін дегенге дейін. Кейбір балдарда бар, мүлдем жоқ болып кетеді. Ол баланы сіз ойламайсыз, бұзылысы бар. Кейбір балдар кәдімгідей коммуникацияға, жарыстарға да барады, көріп жүрген жарыстар, жарысқа да барады, мектепке келе оқыдаған, олимпиадаларға барып жатыр. Бірақ қарап отырсаңыз, сөйлеген кезде шамалы бұзылысы болады. Барлық нәрсемен де общаться ете бере, танысын, танымасын, бұзылыстары болып, все равно бұзылыс болып тұрады. Но ол бала басқа қоғамға, біздің қоршаған қоғамға бейімделді да. Біз бұзылысы бар баланы қоғамға бейімдеу. Неге дейсіз ғой? Ата-ана өмір бақи оның қолына жетектеп жүрмейді. Біріншіден. Сол үшін қорқасың ғой. Ең бірінші қорқыныш сол. Екіншіден, ол баланы осындай деңгейге жеткізу керек. Ата-анасы жоқ кезде бала тамақты жасай алу. Дайын тұрған тамақты микроволновкаға жылытып жеу. Тефальдың кнопкасын басып ыстық болған кезде күйіп қалмау. Техника безопасность, соны бәрі үйрету. Далаға шыққанда қалтасындағы ақшасын санап, нанды сатып алу. Мына жерде, мына остановкаде мынандай 54-ші автобусқа мініп, сол жердегі остановкадан жететін остановкасына түсіп, мектебіне бару, болмаса кружоктарына бару. Бұның бәрі ортаға бейімдеу. Өмір бақи оны 30-ға келімде 40-қа дейін жемейсіз. Ата-ана 1 жасында тұра бермейді, қартаяды ғой ол да. Сондықтан да ол баланың бұзылысы бар екен деп жетектеп жүрмеу. Кәдімгідей өмірге бейімдеу. Біздің мақсатымыз қаншалықты бұзылысы болсын, осы өмірге бейімдеп жіберу. Қатарына қосып жіберу. Мейлі ол кішкене ғана бұзылысы қалса да. Ең болмаса нанын сатып алып, ол бала кішкене бір жердің барып сантехник болып жұмыс жасаса да, ақша табуды білу. Енді мынандай моментте айлықтың не екенін білу, ақша жұмсауды білу, үйде ата-анасы кім, қоғамда өз-өзін ұстау. Соған бейімдеп жіберу керекпіз. Біздің мақсатымыз сол. Енді мынандай моменттер бар ма? Мектепке барады бала, 7 жаста, 8 жаста, 2-ші сыныпта оқып отыр. Ата-анасы мүлде білмейді. Мұғалім, ондай енді байқайды ғой, что-то не то. Бірақ ПМК, мама папасы онда ештеңе айтып отқан жоқ. Сол кезде мұғалімдер ескерту керек, ата-анасына прям дабыл қағу керек деген пункттар қандай? Егер сіздің алдыңызда 2-ші сынып, 3-ші сынып отыр, ол былай істей алмаса, мамасына дабыл қағу керек дейтін моменттер. Бізде ондай жағдай болды. Менде ондайдан бір 3-4 жағдай болды. Бірінші 0-й класста оқитын бала келді. 0-ойда. Бірақ бұл жерде мынандай болды. Мұғалім айтып жатыр да, сіздің балаңыз ешнәрсе түсінбейді. Ручка ұстау білмейді, атын жазуды білмейді. Атын жазбақ түгілі аты кім екенін білмейді. Атын кім десе, дейді. Бірақ 0-й сыныпта отыр. Мамасы келді да, бізге менің балам сөйлемейді, сөйлетіп берсеңіз, 2 әріптің басың сөзі. Мен қарап отырсам, даже логопедивті мен де көмектесе алмаймын оған. Да, қандай жағдайда сонда? Өйткені о баланың миындағы қабылдау нәрсе жоқ. Мүлде. Ол бала 0.
ол бастапқы кезде ғой. Естественно, сосын ата ана айтады, мен анаған да бардым, мынаған да бардым, мұғалім дұрыс жұмыс жасамайды, өйтпейді деп мұғалімді кінәлайды да. Мен айтамын, сіз баста осы баланы сол 1-ші классқа болсын 0-ға беретін кезде балаңыздың атын сұрап үйреттіңіз ба? Мұрның қақта екенін білмейді ғой. Уже 6-ға келіп жатыр. Мұрның қақта десең, білмеймін дейді. Еріп келген ата ана мынау кім десең, білмеймін дейді. Ата-анасын танымайды ғой, не то что ата-анасын танымайды. Өзін танымаған бала, өзінің құлақ мұрның қақтан екенін білмейді. Тақтамен әріпті қақтан біледі ол. Барды, отырды, әйтеуір соғамаз. Ол біріншісі. Екінші 18 жастағы бала келді. 18 жаста да ондайлар. 18 жаста келді. Көз жүз сондай ата-анасы да білімді, мамасы да білімді. Сондай бір білікті нелер, бизнесмендер. Баласы, жаңағы баласы 18-де оқуға түсейін деп жатыр. Универге түсіп дайындап жатыр. Аттестаты 4-5. Қалай ол 4-5? 4-5, бірақ диктант жазу, атын жазуды білмейді. Өзінің аты 18 жаста. Енді есептеңіз. О бала 11 бітірді. Аттестаты 4-5. Сұрақ қоям ғой енді мен ата-анаға. Сен қалай 4-5-ін 5-пен бітірдің? Атыңды жаза алмай отырсың. Примерно. Еркебұлан. Жазады, жазуын, жазбаша түрде емес. Есі мынандай. Кәдімгі печатный. Мен айтамын, сен қалай 4-5-ті алдың? Мамасын айтамын да, сіз осы уақытқа дейін 18 жасқа дейін балаңыздың сонда жиналысына барған жоқсыз ба? 11 жыл бойы. Ойбай, ұқтайсыз. 11 жыл бойы жиналысына бармасаңыз, 11 жыл бойы балаңызға сонда еш нәрсе жаздыртқан жоқсыз ба? Тек соткамен жазғанға мәссіз ба деймін ғой. Сонда қалай деймін ғой. Сонда соны бізге әкеліп тұр да енді. Маған не істе дейсіз деймін ғой. Мен не істеуім керекпін сонда 18 жастағы балаға? Жазуды мен үйретпеймін. Мен дефектімен жұмыс жасайтын адаммын. Ойбай. Сөйтсем, енді қараңыз, ол оқушы мектепте белсенді болған. Әнді де айтады, домбыраны да тартады, бүтілістен газетаны да жасайды. Жарыстарға да барады, медаль деген үйіліп тұр алдында мынандай медаль. Сол үшін 4-5-ті қойып бере берген, бірақ ана жара деген іштен именно университетке түсетін кезде түсе алмайды ғой бала. Мен ол оқушыны алғаным жоқ. Нәтиже болмай ма оларда сонда? Мен оған қалай көмектесе алам? 1-ші класстың сабағын үйретем ба? Дефектолог ретінде. О, мен сіздер сияқты мамадар жұмыс жасау керек мысалға. Бастапқы кезде неден басталды? Ол бала 18 жаста бау байлау білмейді. Оған кілем липучкадегі замоқтағын алып береді. Бау байлау білмейді. 18-де. Қол ілікпейді. Қол ілікпеген самосабой жазып еді. Ойы өрісі түзеу. Бірақ бұзылысы бар ғой. Бұл бұзылыс өте ауқамды бұзылыс қой. Қарап тұрсаңыз. Сонда папасы айтады да, біз бұны сабақ оқу жүрде ойладық қой дейді. Сонда, ладно, 18-де, 10-ші класс, 11-ші классын баланы дәптерін тексермейміз ғой. Даже біз 6-ші классын баласын тексермейміз, шыны керек. Бастауышта ғой. Бастауышта қарамадыңыз ба деймін ғой. Бастауышта қарамадыңыз ба десем, ол кезде қызым көмектесетін еді дейді, үлкен қызы. Получайте, үлкен қызы үй жұмысын жазып беретін болған, сол үшін. Жаныңға бала үшін. Есептеңізші. 18-де бала сол бұзылыспен енді кетеді. Ал ол бұзылыспен егер ол бала өз-өзімен жұмыс жасамайтын болса, ол да қиын. Ата-ана уже білмей тұр ғой. Сосын РДБ-сымен келеді. 16-17 жаста келеді. Айта алмайды деп па? РДБ-сын айта алмайды. Бала қиналады. Жаман комплекс қой сол әсіресе. Ол бала жақсы оқиды. Олимпиадаға баратын болса, олимпиадаға жібермейді. Өйткені РДБ-сын дұрыс айта алмайды. Әдеби тілде сөйлеу керек ол бала. Тақылдап тұрып, ырылдап тұрып сөйлеу керек. Әсіресе 16-17 ол жігіттермен, қыздармен танысатын момент қой. Деп тұрса. Сол кезде комплекс басталады. Жаман комплекс қой. Есептеңізші, ол комплекс баланың психикасын бұзады. Бір ғана рыны айта алма, оның оценить етпейтін болады да, бағаламайды, өзін бағаламайтын болады. Есептеңізші, самооценкаңыз төмен болса, қандай боласыз? Сіз басқа бір ортаға барып, күшті бір жерге барып, сондай жерге шақырса, или сізді бөлек деп қасыңызда подружкаңыз шақырып, сізді шақырмай қалса, самооценка түсіп қалады ғой. Сонда менің ол жерде қай жерім кем деген. Ұғым, енді есептеңіз, сол нәрсемен сіз қаншалықты жүресіз? Күндіз түні жүр ғой олар. Енді есептеңіз. Ол да нәрсе бұзылыс, жаңсыз сұрап жатсыз, өмір бақи бұзылыс қалама деп. Біз сау адам, біздің бәрімізде бұзылыс бар. Қандай? Мысалға, мен мысалға перфекционистпін. Сондай бұзылыс. Мынау нәрсе осылай түзу тұру керек.
ана кілемді деп қазір жайып тастаңыз, ол маған мешать етіп отырып, мен жайып түзу жаю керекпін. Ал қазіргі балдарда сондай перфекционист бұзылыс бар. Именно осы аутистский спектр балдарменен, моторный алалиямен. Ол баладан шкафтың есікті ашып қалса, жаппай ақ қойып, кетіп қалса, шамалдай айналып келіп жабу керек. Оның ойы сол жерде тұр да, ана баланы жабу керек. Сіз он жерден отырып қалған десең, ананы алу керек. Жерге бір нәрсе шашылып қалған, ананы теріп орнына қоймай, ол сабақ өтпейді, шыңғырып жылайды. Ол да бұзылыс. Ол да бұзылыс. Өйткені шыңғырып, қазір сосын аласын, Алина қоя тұр деп айтсаңыз, ол ана отырғызып сабақты өте алмайсыз бәрібір. Ананың бәрі орнына қойып, содан кейін барып сізге зейін бөледі. Ал егер оны жасатпай, есікті жауып тастап келесі кабинетке, оның зейінінің бәрі ана кабинеттегі болып жатқан, шашылып жатқан нәрсені жинау ғой. Сіз 10 жерден мынау Маша, анау Аю деп үйрете беріңіз, анау ойын бәрі шыңғырып, ана екі есікте болады көзі. Екінші фактор бізде мынандай болды. Телефон біз рұқсат бермейміз ғой. Бір бала телефонмен келеді. Мен оны білмеймін, мені мамандарым біледі, алады да оны рюкзагына салып қойып, бізде әр балаға шкаф арналған кірген кезде. Соны шкафтың ішіне салып кетеді. Жаңағы бала 2 сағатқа келеді ғой, 2 сағатта бізде АФК-ға барады, сенсорикаға барады, эбитерапияға барады, дефектологқа барады. 2 сағат бойы 4 мамана білім алады. Что-то апай, мына бала бүгін жаман болып отыр дейді да. Неге деп білмей, бағанадан бері жылап отыр, жылап. Кабинеттен шыққан сайын есікке қарата жүгіреді да, далаға шығатын есікке қарата. Соң өйттік бүйтік, далаға шығаратын кезде мен шығардым. Папасына или мамасы келсе, мен соған тапсыруым керекпін ғой. Жүгіріп барып шкафтың ішін ашты жаңағы бала, мен ойладым, су ішкісі келген екен деп. Бірақ су ол кабинетте тұрады. Әр бала өзін сунап келеді. Рюкзактың ішін ашып жіберді, телефонды алып отыр ғой ойнап. Сонда есептеңіз, 2 сағат бойы мен сабақ өтіп жатырмыз. 2 сағат бойы о бала неге жынданып отыр, неге сабақ өтпесін? Оның ойы ана телефонда болды ғой. Сонда сол күнгі алған сабағымыз біздің 0 болды. Есептеңіз, 2 сағатымыз біздің босқа кетті. Мен сосын ашуланам да, ата-аналарға ұрсатыным сол. Мен бірден ата-аналарға шығам, бірден группаға жазам ата-аналарға. Телефонмен келдіңіз ба сабаққа? Болды, әкеме қоңыз қабылдамай бара ғой. Мен сабақ өткен болмаймын, сіз әшейін төлеп жатсыз. Сол күнге сіз мысалға босқа кетті ақшаңыз. Егер сондай керек болса, пожалуйста. Оны сөйтіп өте берейін. Ол жерде ақшаның орны толады, Айнұр ханым. Ақшаның орны толады. Баланың жасы қайтып артқа 5 жасқа келмейді. Мен сол жағынан қақсайтым сол. Сіз миллиондап төлеңіз дедім. Ол ақшаңыз орнын табасыз. Толтырасыз ғой. Бүгін мысалға қалтаңыздан 100 теңге кетті ме, 120 теңге кеттіңіз ба? Толтырасыз ғой 120 теңге. Сонда егер бұл бұзылыс болса, қаншалықты ерте, соншалықты ақша аз кетеді, иә? Ерте қозғалса, ерте дамытса баланы, ерте шығарады, тез нәтижеге шығады. Тез нәтиже еще ақшасы эконом. Ал ата-аналар созып жүріп алады. Поэтому жаңағыдай 8 жасқа, 18 жасқа кезде келеді. Енді 18 жастағы бала жалғыз дефектолог көмектеседі деп ойлайсыз ба? Оның мелкая моторикасы бұзылып тұр ғой. Оны айтасыз, ол бала мысалға бүткіл сабақтан 4-5 болып тұр ғой. Бірақ физкультурадан жүгіруі қиын. Денесін сезінбейді. Фундаменттен. 18-де бала жүгіруі қиын. Зато өлең айтқанда күшті айтады, домбыраны тартқанда күшті айтады, бүткіл олимпиаданы алып тұр. Ол жаттап айтқанды ұнатады. Кітап оқитын кезде мамасының айтуынша, мамасы оқып береді, содан түсінгенін айтып береді. Жаңағы біздің оқушымызда. Өзі оқыса, ол түсінбейді. Оқи алмайды, даже әріпте танымайды. Тәтесі оқиды, жаңағыдай. Сонда мен айтам да, мамасына сұрақ қойып жатырмын да, сонда өзің оқы деген кезде оқи алмаймын деп айтты ғой балаңыз десем, мен соған мән берген жоқпын дейді. Қалай мән бермейді? Әліппені сонда үйде оқытқан жоқсыз ба десем, тәтесі оқытты дейді да. Сіз қалай ойлайсыз бұл жерде? Апайлар, мұғалімдердің кінәсі бар деп ойлайсыз ба? Мамандардың кінәсі бар деп ойлайсыз ба? Қазір мысалға 3-ші класс, 4-ші кластың балдары бұзылысы қай жерден басталып жатыр? Ол бір кластың ішінде 25 оқушы ғой, есептеңізші. 25 оқушының ішінде 3-4 балада сондай бұзылыс бар. Мұғалім 25 баланы 3-4 оқушыға тек дейін қоятын болса, 20 балаға кім сабақ береді? Сондықтан мұғалімдер бір балада дефект бар екен, интуициямен сезеді ғой. Үй жұмысын. Мен түсінем, қазіргі қоғамда уақыт жоқ, ата-ананың уақыты жоқ, действительно. Азанда сағат 7-де келеді, кешкісі 9-да үйіне келеді, жұмысқа азанда 7-де кетіп 9-да келеді, шайын берім, тамағын берем деген кезде 10-11 болады. Ол ата-ана қай кезде демалам дейді ғой. Қоя салшы, осын істейсің дейді. Қоя салшының өзі бұзады. Күшті. Бізде мынандай жағдай болады.
бүгін біз келе алмаймыз, қалай болады екен, сол күнгі күніміз күйіп кете ма, әлде шегерлі ма ақшамыздан дейді. Сосын мен сұраймын, не үшін келе алмай жатсыз? Біз тойға баратын едік дейді ол. Ал егер де менің тарапынан бүгін біз демаламыз, сабақ болмайды, бізде сондай бір мероприятие болайын деп жатса, сонда біздің сабағымыз болмайтын болса, ата-аналардың жазатыны, сіз мерекелеп жүреді екенсіздер да, біз не үшін төлеп жатырмыз дейді ғой. Көрдіңіз ба? Сосын мынандай жағдай бар. Өзі сабақ 2-ақ сабақ болады, иә? Даже бір 40 минуттық жеке сабақ дейік, индивидуальный сабақ 40 минут. 40 минуттың 20 минутын кешігіп келеді да, 20 минут сабақ өтемін десем, неге дейді ғой. Біздің сабағымыз 40 минут емес па дейді. Мен айтамын, сіз 20 минут кешігіп келдіңіз ғой. Неге сіз алдын ала есептеп келмейсіз? Сіздің артыңызда бала бар. Сонда мен ол ата-анаға, сіз тұра тұрыңыз, бізде мына бала кешігіп келді, сіздің 20 минутыңызды алам деп айтам ба? Сондықтан да кешікпей келу керек та. Марина апай өте күшті болды. Енді мына моментті ескерсек, ата-аналар болашақта балалар туылған кезде осылай Ташкент аралап, препараттар, логопед, дефектолог араламай жүру үшін білімді болсын. Қандай әрекеттер жасау керек? Ізденсін. Бірінші анемия, иә? Ең маңызды анемия ғой. Ең бірінші железі дефицит, ферритиніміз. Ең бірінші анализдерден дұрыстасын. Мысалға, не үшін аяғы ауыр әйелді бірінші теместр, екінші теместр шақырады, үшінші теместрге. Не үшін? Ол отырған доктор еріккенен шақырмайды, ол әйелдің түрін көруге шақырмайды ғой. Ол ішіндегі бала қалай дамып жатыр. Ол, мысалы, ол жерден адамнан адам шығу оңай емес қой. Алланың құдіреті қандай, мысалға адамнан адамды шығартып қойған. Енді ол адамнан адам шығару үшін мына адам тасып жүрген әйел адам, ол міндетті түрде 100% сау болу керек. Діні, сау болу керек қой, дене бітімі. Егер сіз өзіңіз сау болмасаңыз, қандай бала алып келесіз? Міне ерекшесі былай тұрсын, просто ұйқысының өзі, жаңа гипоксия болғанның өзі түнімен ұйықтатпай, менің 2023 жылымның бәрі түнде ұйықтамай, күндіз ұйықтап, енеммен қырылыс, күйеммен қырылыс, бычыт болып өтіп кетті да. Хотя біз енді Құдай сақтасын ерекше бала емес, бірақ түнгі ұйқысының бұзылған, бір ғана гипоксияның өзі біздің 1 жылдық өмірімізді андай прям кардинально өзгертіп жіберді. Сондықтан мен қыздардың бәріне осы екінші баламнан кейін айтатын бәрі, екеуінің арасы жақын болмау керек, сау болу керек. Мен витаминдерім толықпай қалып, менің витаминдерім толықпай қалып, мен екіншісін көтеріп қойдым. Бұл дұрыс емес екен, мен тыңдамадым, мамандар айтқан кезде деп айтып жатырмын ғой. Тыңдамау қиын ғой, өйткені қабылдаған жоқсыз ғой. Вот басыма түскеннен кейін менде уже жоқ дегенде болмайды. Бұның бәріне айту керек. Қасымда қандай қыздар жүр, прям айтып жүремін. Сосын бұл жерде мынандай ғой, Айнұр ханым, витамин ішу деген мынандай болады. Витаминді пәленбай сомға алады, жоқ дегенде 100-200 мың теңге ақша кетеді да, есіне түскен кезде береді ғой. Витаминді. Мысалға, не үшін витаминді? Мысалға, интегративті терапевтер, нутрициологтар азанда мынандай мен мынандайды ішіңіз. Неге азанғы уақытты маймен қосып іш дейді. Неге уақытты береді? Мысалға, сіз больницаға жататын болсаңыз, неге таңғы сағат 4-те тұрып сізге укол салады? Неге сіз ұйқыңызда қандырып алғанда онда бармайсыз процедурныйға? Не үшін ол таңғы 4-те сіз үшін тұрып жатыр ғой? Оның жұмысы болғаны, бірақ сіз үшін тұрып жатыр. Мысалға, қойшы жатыр ғой, қазір мен де ұйқымды қандырып алайын, пациент қой, есіме түскен кезде салам деп айтпайды. Не үшін? Мысалға, врачтар, медсестралар таңғы 4-те тұрып, сіз үшін осы емделуші жақсы болып кетсін деп сіздің укол. Дәрі де, витамин де дәл сондай ғой, үйге берілген кезде по рецепту беріледі, ол расписание. Сол үшін, сол кезде дұрыстап берілетін, сол мен ішсе, ол бала ол витаминді денеге дариды. Ал есіңізге түскен кезде 1-2 күннен кейін, ой, жатыр, ұмытып кетті, әйтеуір полкада тұр, 2 ай болды, пәленбай соң алып, соны беру керек екен дейтін болса, оны сіз алып ішіп тастап жатсыз. Денеге дарымайды, үй ақшасы босқа кетті. Босқа кетті. Еще баланы қинады. Еще бедеп айтады. Оның бәрі витаминдер бердік, ешқандай несі жоқ қой, пользасы жоқ қой дейді. Дұрыс ішпесе қақтан польза болады? Мысалға, сізге мынандай қылып беретін болсақ, гречканы асып қойдық, сізге айтты азанда же деп. Сіз 3 күннен кейін жесеңіз, 3 күн тұрған гречканы. 3 күн тұрған гречканың свойствосы қандай болады? Құран бәрі жойылып кеткен, больше зиян ғой. Зиян, мысалға. Екінші тараптан мынандай болады. Натропы көп берілген бала, натропы, мысалға. Берердің алдында, егер полноценный бала здоров болса, пожалуйста, берілсін. Ішін, витаминдер бәрі толыққанды болған кезде.
ал витамині жоқ пазлылардың бәрі жиналмаған болып сіз натропойды бұл жерден деп бере беріңізші. Кері эффект па? Кері эффект береді. Бала зомби болады. Бала мынандай состояние болады. Сіз операцияның алдында сізге ұйықтатушы не салады? Наркоз. Наркоз салады. Наркоздан кейінгі состояние сіз бодрый болып, күшті болып тұрып кетесіз ба? Басымнан өткеннен, бірақ енді естігендерім бойынша вялый болып, білмеймін. Есіңіз ауысып жүресіз. Балада дәл сондай состояние болады. Мозг сондай состояние жүреді. Есептеңіз, наркоздан кейін сіз 2 күн жүрсеңіз, ол бала круглосуточно сөйтіп жүреді. Бірақ тыныш. Өйткені ми туманда. Туманның ішінде тұр ғой. Күшті. Марина апай, онда аяқтайық, уақыт болып қапты. Күшті болды деп ойлаймын. Енді мына информациялардың бәрін құрметті ұстаздар, ата-аналар естулеріңіз керек. Баланы анда-мында тасымай, алдымен жауапкершілік өзіңізде болып, бүгінгі подкасттан түсінген жауапкершілікті алу керек. Ата-анада болу керек, ең бірінші. Ешқандай ата-аналар балаңызды маманға тапсырып, маманы мойнына мініп алмаса екен деймін. Үйде де маманға кіріңіз, сұраңыз. Үйде ата-ана ретінде мен не істей аламын? Мен кеше айтып жатырмын да, енді семинарымда айтып жатырмын да, ата-аналар келіп жатыр да, осындай мамандар жоқ. Мысалға, логопед бәрінің айтатын сол, невропатологтар жоқ, балаңыз ерекше. Ата-ана ретінде сіз балаңызға қалай көмектесе аласыз? Не істейсіз? Ал жоқ. Мысалға, маған сол сұрақты қойған кезде, мен ойлайтын, шынымен ата-ана ретінде істеймін, ал мұғалім жоқ, дефектолог жоқ, сурдопедагог жоқ дейсіз. Мен жаңағыдай нәрселерді жасадым. Ақша жоқ деу, бұл жерде отмазка ғой, жауапкершілікті алмау, ал білім, YouTube, телефон бәрінің қолында тұр. YouTubeқа смело кіреді, ал YouTube'да білім де тұр, Instagram'дар тұр. Сосын уақыт жоқ дейді. Уақыт жоқ, үй жұмысы жасаған кезде бізде уақыт жоқ дейді. Стористерін, статустарын қарасаңыз, тойда жүреді ғой. 2 сағат дайындалып болмаса косметологада жатады. Шыны керек, енді ата-ананың ол өзінің әрі қабылдауы. Ең бірінші мен ата-аналарға айтар едім, қабылдай біліңіз. Қабылдай білсеңіз, балаңыздың нәтижесі. Ең бірінші нәтиже қабылдаудан басталады. Ата-ананың қабылдауынан басталады. Рахмет, Марина ханым, келгеніңізге. Күшті бір подкаст болды, өзіме қатты ұнады, бұйырса енді. Бүгін мен мынандай материалдарды алып келдім, не үшін алып келді десеңіз, бұл жерде мен звукпен жұмыс жасаймын ғой. Осыны көрсетіп жіберейін. Мысалға, мынау бізде ит. Мынау бізде тауық. Мысалға, мынау бізде мысық. Жаңа естіп қабылдау деген сөзді мен сізге айтып жатырмын, бағанадан бері. Му аф деп жүрген айта берсін бала. Бұны қабылдаған кезде, мысалға, му аф дегенді мен звук арқылы көрсетуім керекпін. Мысалға, му дейтін болатын болса, мысалға, енді мен қараңыз. Осыны мен қойып отырамын, қатты естіліп жатыр ғой, мен звугын басамын, бірақ бұны көрсетпеймін. Соны бала мына жерден маған көрсетіп беру керек. Түсіндіңіз ғой, карточка арқылы. Бұл жерде көріп қабылдау. Әртүрлі звуктар. Бұл жерде 90 карты бар, 90 карты 90 түрлі звуктар береді. И визуальный, визуальный есту арқылы, көру арқылы. Осындаймен жұмыс жасалу керек. Күшті екен. Мынау бүкіл адамдарда бола ма? Бұл не өзі? Жоқ, бұл мен Москвадан заказ бергенмін. Жаңа айттым ғой мен. Бәсе ерекше не алып келді екен деп ойладым. Ерекше осы. Жақсы, Марина апай, рахмет. Сіздерге де рахмет.